Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 90-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың санын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Жаттап ал. Қанша жаңғақ? Сөмкемде менің әуелде 13 жаңғақ бар еді. Науат пенен Маратқа, Самат пенен Сағатқа, апасына қанаттың екі-екіден тараттым. Қанша жаңғақ қалғанын айта қойшы бәрін. Өлеңнің авторы Сұлтан Халиұлы. Өлең не туралы? Өлең сөмкедегі жаңғақтың санын есептеу туралы. Автор өлең арқылы жаңғақтарды таныстарына таратып, соңында қанша жаңғақ қалғанын сұрайды. Бұл қарапайым арифметикалық есепті көркем тілмен жеткізген танымдық өлең болып табылады. Екінші сұрақ: өлеңдегі сұраққа жауап бер. Өлеңдегі сұраққа жауап: қанша жаңғақ қалды? Сөмкеде алғашында 13 жаңғақ болған. Автор Науатқа 2, Маратқа 2, Саматқа 2, Сағатқа 2, Қанаттың апасына 2, сонда барлығы 10 жаңғақ таратылған. Сонда қалғаны 13 жаңғақтан 10 жаңғақ таратылса 3 жаңғақ қалды. Өлеңнен неше сұрағына жауап беретін сөздерді тап. 13, 2-2-ден. Яғни 2 саны. Сонда 13 және 2 сан есімдері неше сұрағына жауап береді екен. Екінші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Біздің сыныпта 10 оқушы бар. Сыныпта 5 парта тұр. Әр партада 2 бала отырады. Жазған сөздеріме сұрақ қоямын. 5. Неше парта тұр? 5 парта. 2. Әр партада неше оқушы бар? 2 оқушы. 10. Сыныпта неше бала отырады? 10 бала. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 7, 10, 20, 50. Үшінші жаттығу: жаңылтпашты тыңдап, сан есімдерді тап. 3 кіші ішік піштім, 5 кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Қане қайталап көріңдерші. Жарайсыңдар. Ал сан есімдер бұл жаңылтпашта 3 және 5 сан есімдері. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.